Түлкі мен тырна. Түлкі мен тырна дос болыпты. Бірде түлкі маған қонаққа кел қымбаттым. Мен дәмді тамақ пісіріп қоямын деп тырнаны үйіне шақыртты. Тырна түлкіге қонаққа келеді. Түлкі ботқа пісіріп жайпақ табаққа салады да: «Тамақ ал, өзім пісірдім» деп тырнаның алдына қояды. Тырна жайпақ табақты тұмсығымен шоқып ештеңе өндіре алмайды. Ал түлкі болса, ботқаны тілімен жалап, өзі ақ тауысады. Бәрін жеп болған түлкі: «Ай петпе, үйімде бұдан өзге тамақ жоқ» дейді. «Осыған да рахмет, енді ертең сен маған қонаққа кел» деп тырна өз жөнімен кетеді. Келесі күні түлкі тырнаның үйіне келеді. Тырна салқын көже дайындап, оны мойны тар құмыраға қойып дастарханға қояды. Түлкі келгенде: «Тырна, же қымбаттым, қысылма» дейді. Түлкі құмыраны ары айналдырып, бері айналдырып, ішіндегісін жей алмайды. Құмыраға басы сыймайды, ал тырна ұзын тұмсығымен шоқи береді. Сөйтіп бәрін жеп алады да түлкіге қарап: «Ренжіме қымбаттым, үйімде бұдан өзге тамақ жоқ» дейді. Осылай бір аптаға тойып қайтқысы келген түлкі ренжіп үйіне аш қайтыпты. «Не ексең, соны орасың» деген осыдан қалыпты.